Сәлем достар, бұл Бисена Рус каналы және де бүгін біз сендермен жалпы орыс тілін қалай күнделікті өмірге практикаға алып келу керек туралы бірнеше әдістерді үйренетін боламыз. Осы әдістерді мен өзімнің оқушыларыма тапсырған болатынмын. Яғни қыздарға бір күн өздеріңді фудблогермін деп елестетіп, күн жаңағыдай кезекті тамақтарыңызды видеоға түсіруге дайындалыңыз дедім. Яғни бірінші не пісіретінін анықтап алу керек. Ол пирог болсын, кекс болсын, оны YouTube каналға кіріп, орысша жүргізген видеоларды көріп шығу керек. Және де керекті сөздерді, мәліметтерді жазып алу керек параққа. Және де тілімізді біртіндеп жаттықтырып алу керек тағыны. Керекті заттарды алдарыңға дайындап алыңдар дедім. Сосын міндетті түрде кәдімгі фудблогер ретінде өздеріңді видеоға түсіріп монтаждандар дедім. Бұның барлығы не үшін керек? Яғни сіз заттарды қолдарыңызға ұстай отырып, оны орысша айтқан кезде орысша сөздерді сіз тезірек жаттап аласыздар деген ойда айтылған болатын. Және де не үшін видеоға түсіру керек? Ол жаңағы видеоға түсірген кезде қай жерде дұрыс айтпадым, қай жерде акцент болды, соны дұрыстау үшін видеоға түсіру керек болатын. Но егер кейбір жаңағы оқушылар түгіл өзімізде кейбір адамдар видеоға түсіргенде қысыламыз. Сол үшін сананы алдау үшін шамалы мен фудблогермін, мен өзімнің кезекті жаңағы дәмді пирогымды дайындап жатырмын деген сияқты өзімізді психологиялық тұрғыда дайындап алып, сосын видеоға түсіру керек болатын. Ал ұлдарға берген тапсырмам, яғни ұлдардың барлығы да ол жаңа машинаға қызығады. Сол себепті мен өздеріңізге ұнайтын машинаны маған орысша сипаттап беріңізші деген ұсынысты білдірген болатым. Ол үшін бірден бастамас бұрын жаңағыдай ұнайтын машиналарыңызды YouTube'дан, Google'дан көріп, описаниясын көріп алыңыз дедім. Және де керек сөздеріңізді жазып алып, сосын өзіңізді аудиозаписпен маған жіберуге болады, немесе видеоға түсірсеңіздер де болады. Мысалы, кейбіреулер Toyota'ны ұнатамыз, Kia, Mercedes деді. Енді есін алыңызда тұрған машинаңызды өздеріңіз жаңағы видеоға бүйтіп ұстап түсірсеңіз болады дедім. Яғни есігін ашып, рулін ұстап, жалпы машинаның толық сипаттамасы. Мысалы, сіз машинаны сатып жатырсыз, мен сатып алуға келдім. Және де сізден сұрап жатырмын, бұл машина қандай деген сияқты. Осының барлығын орыс тілінде жүргізу керек болатын. Енді менің оқушыларым жалпы практикада осы тапсырмамен қалай орындап шықты, соны көріп шығайық. Олар өте жақсы орындады. Бұл өте пайдалы әдістердің бірі, яғни күнделікті өмірге аз-аздан болсын орыс тілін практикада қолдануға. Сол үшін сіз де күнделікті өмірде жаңағы аз-аздан орысша сөздерді жәймендеп қоса бастаңыз. Біртіндеп қолдана бастасаңыз, сіз тез орыс тілін меңгересіз. Привет, друзья! Сегодня с вами будем приготовить очень простой, легкий, вкуснейший пирог из простых ингредиентов. Нам нужны ингредиенты: соль, сахар, мука, растительное масло, яйца и разрыхлитель. Очень простые ингредиенты. Яйцам добавим щепотка соли и взбиваем с миксером. Должна получиться светлый, пышный масса. Теперь добавляем 170 грамм сахар и взбиваем, перемешиваем. Сюда добавляем 80 грамм растительного масла и перемешиваем. В муку добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Добавляем жидким ингредиентом и перемешиваем лопаткой, без венчика, без миксера, только лопаткой. Смазываем формочку растительным маслом. Можно использовать пергамент, сливочное масло. И у меня формочка диаметр 28.
пирогу добавляем можно всякие фрукты, сухофрукты, ягоды, но я добавила изюм. Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Вот такая у нас красивая, вкусная пирог получился. Можно посыпать сахарной пудрой. Спасибо за просмотр, я старалась. Сегодня мы будем готовить творожный пирог. Для этого нам нужен 500 грамм муки и 300 грамм сливочного масла или маргарина. Сначала мы так мелко режем наше масло, обмакая в муке. Масло должен быть обязательно холодным. Когда мы все нарезали, начинаем перемешивать. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Теперь добавляем 200 грамм сахара и одно яйцо. Когда мы закончили тесто, кладем нашу заготовку в форму для запекания. Оставляем немножко теста на дне миски. Теперь переходим на начинку. Берем 500 грамм творога и добавляем 6 столовых ложек сахара. И одно яйцо. Перемешиваем. Оставляем 10-15 минут. За это время он становится жидким. Выливаем в форму нашу начинку. И равномерно распределяем. Высыпаем оставшееся тесто. Ставим на печку 250 градусов 45 минут. И в итоге у нас получится вот такой вот пирог. Обязательно попробуйте. Егер сізге біздің видеомыз ұнаса, пайдаңызға асып жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарийде сүйікті асыңызды жазып кеттіңіз, ұнаған тамағыңызды. Мүмкін келесі жолы сіздің ұнаған тамағыңызды біз оқушыларымызбен бірге дайындап, видео қылып салатын боламыз. Келесі кездескенше.